Қазақстан тарихы. Қазақстан кәсіподақтарының республикалық бірінші конференциясы өтті 1948 жылы. 16 ғасырда Қазақ хандығы мен Ресей мемлекетінің шекарасының жақындай түсуін тездетті Ноғай ордасының ыдырауы. Абылай хан егін шаруашылығын дамытуды қолдады. Есіл, Көкшетау өңірінде. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы құрылды 1995 жылы. 1993 жылы жүзеге асқан ұлттық маңызы бар тарихи оқиға. Ұлттық валюта теңгенің енгізілуі. Түрікмен жеріне қыпшақтардың қазақ болып барған кезі 11 ғасыр. Кәсіподақтардың Қазақ Республикалық кеңесі құрылды 1948 жылы. Монғолияға Мөңке ханға барып қайтқан саяхатшы. Рубрук. Мың 824 жылы Орынбор қаласына шақыртып алынған кіші жүздің ханы Шерғазы. Ханның жасағы. Төлеңгіттер. Құрманғазының бек-үйлері. Қызыл Қайың, Балбырауын. Шығыс Қарахан мемлекетінің орталығы Қашқар. Он 19 ғасырдың соңғы жылдарындағы ірі өндіріс орындарындағы жұмысшылардың саны 300-400. 1837-1847 жылдардағы көтеріліс кезінде Жетісудағы руларды Ресейден көмек сұрауға мәжбүр етті. Кенесарының ауылдарды ойрандауы. Батыс Сібір аймағында Торғай, Есіл, Ертіс бойын мекендеді. Қыпшақтар. Ахмет Егунекийдің кітабы немесе еңбегі. Ақиқат сыйы. 1773-1775 жылдары Жайық бойындағы шаруалар соғысы әлсіреді. 1775 жылы есімізге түсірсек, бұл Емельян Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі. Түрік қағанаты мен Византия арасындағы сауда келісімі жасалды 568 жылы. Будда ғибадатханаларының орындары табылған қала Ақбешім. 704 жылы Қытай басқыншыларын жеңген қаған Үшілік.